370-ші жетімдер үйінде болған оқиға. Тамақ тәмді болып иә? Иә. Маған ұнады. Сен ағашы? Маған ұнады. Мен болдым, сендер болдыңдар ма? Мен де болдым. Жүріңдер, стегіде барып қояйық. Не болды? Сен ғана істеген? Оған тиіспедіңіз. Сен әке-шешеңе керек болмағанда маған қайдан ғана керек болды? Жүр, қане, жина мені. Ол қасында күндеріне. Сіз оған істеген жоқсыз. Мен бұған істегенім деген жоқ. Мына қызға ешқайсысы жақындамаңыз, жақындаған адамның ісін сендеріне болсын. Жайға. Балалар интересіне, үнемі осында қарайтында отырам. Осы жерден әлдекімді күтем. Әлдекім деген мама, сен білесің бе? Мен сені сонда қатты сағындым. Ал кейде түсімде шаш жалбыраған әйелдің жобасын көрем. Сол сұлбы өзім маған шығарып артынан жүгіремегенімде сұлбы ғайып болады. Дәл осы кезде бұның білесің бе, мама, мені бүгін тәрбие шаппай ұрды. Жоқ, ештеңе істегенім жоқ. Тегі жай ғана өз досымды қорғағым келді ғой. Мама, мен мұндамын. Бүгін жетімдер үстінде ыдысым құлап қалды. Тәрбие шаппай көріп қоймасыншы деп тез жинай бергенімізде апай келіп рәжім еді. Ол апайды білесің бе, мама, маған не деген? Жетіме, сен әке-шешеңе керек маған қайта ғана керексің деді деп ұра берді. Ол апайды ұрған мына жерін көгеріп алып барады, мама. Мама, мен мына жерін тербеген едім. Қатты шаршадым. Өтіне мені алып кетші. Уәде берем, бұзып болмаймын, мама. Адам емес, хайуанның өз баласы. Қорғаштай береді емес пе? Сен хайуан емес, адамсың ғой, мама. Сен менің адамсың ғой. Тәңірім, кішкентай ғана бала жүрегімен салып сұрайды. Менің анама титтей болса да мейірім шуағын төксін. Сенсің де менің бұл сөйлеп қатысымсың. Мама, мен сені сондай қатты сақтым, мама. Сендер не әлі оқымағансыңдар ма? Жатыңдар сен! Мен сендерге жай ғана ескерттім. Бұл соңғы